Ақ жолмен жүрген асылдар. 3 бөлім. Алла қалаған құлын екі дүниесінде де жарылқайды. Мазар бала тумайды, көбейтеді өлгендер. Өмірзақ Қожамұратов. Жол үстінде отыратын Қанарбайдың отынының басында талай жолаушы, арнайы келген дос-жаран, туыс, көлденең келген несібелі түстеніп, Қанарбайдың әңгімелерін, кеңестерін тыңдаған, төреліктеріне тоқтаған, жәрдеміне сүйенген. Сірә үйі кісісіз болмайтын Қанарбайдың үйіне неше мәртелеп молда қожалар әңгіме дүкенге бас қосқан. 1899 жылы күзде Қанарбай ата дүниеден өтеді. Сол күні түнде Үсен есімді өзіне жақын үлкен кісінің түсіне еніп, мені өзімнің күркемнің жанына жерлеңдер, намаз шығаратын молда жоқ деп қиналмаңдар, дәреттеріңді алып намазға тұрсаңдар болды, намазды тиесілі дамолла келіп шығарады деп аян беріпті. Үсен қарт жиналған көпшілікке түсін айтып, киелі әулиені соңғы сапарға шығарып салуы өзі айтқандай болыпты. Жаназаға көп адам жиналыпты, бірсыпыраларын жергілікті күтушілер танымайды да. Мәйіттің жанына намазға тұрған кезде алдымызға салауатты бір кісі келіп, бізге сәлем бергендей басын бұрып, көзінің қиығын салды да жаназаны оқи берді. Біз бәріміз оған ұйыдық. Оның қайдан келгенін ешкім аңғармаған. Абыр-сабырмен жүріп, сол кісінің қайда, қашан кеткенін де көрмей қалыппыз деген екен Үсен ақсақал, намаз шыққан имам туралы сұрағандарға. 1900 жыл. Мамырдың соңғы күндері. Қанарбай ата дүниеден өткелі бұл маңға жан аяқ баспаған. Қожа руының үлкен бір ақсақалы бұдан 4-5 жыл бұрын Қанарбай атаның ауылына кездейсоқ кез келіп, атамен бір таң сұхбаттасып, қонақ болып аттанған. Арадан көп жыл өтті. Құдай бұйырса, сол жігітпен тағы бір әңгімелесіп, дем алып кетейін деп, бүгін және келе жатады. Бірақ ол атаның дүниеден көшкенін білмейтін. Ұзақ жол жүріп, әбден жол соқты болып шаршаған жолаушы қожа атаның үстінде қалғып кетіпті. Ғайыптан «Ассалаумағалейкум» деген дыбыс шығып, оянып қараса, жан-жағында ешкім жоқ. Әлде біреу сағағынан ұстап тоқтатқандай, аты да тұра қалған. Көзін уқалап, қалимасын қайтарып, айналасына кеңірек көз жүгіртсе, жолдан сәл әріде жалғыз төмпешік мазар жатыр. Бас жағында сексеуіл үйіп белгі жасаған. Солтүстік батысында 150 адымдай жерде тозған шайлатыр. Атынан түсіп, Құран оқып орнынан тұрды. Ойына Қанарбай емес пе екен деген сұрақты кептеледі. Алайда өзі жақсы көретін ғұламасын бақилыққа қимады. Ол әлі жас еді ғой, денсаулығы да жақсы болатын. Бұл дәуде болса қашқан босқан біреу жарымның қабыры болдау. Мұның анығын Қанарбайдан білермін деп жолаушы кете береді. Ұзақ жолдан іздеген үйін кездестіре алмаған қожа Құланқаққа барып, өзі білетін Айтқожа Малай, Майдабек бай деп те айтылады, деген байдың үйіне түседі. Байдың бойжеткен қызы жынды болып, біраздан бері отбасының шырқы бұзылып жүр екен. Мән-жайға әбден қаныққан қожа әңгімесінің бір ретінде Қанарбай атаның үйін таппағанын айтып, жөнін сұрайды. Бай мұны әбден тәппіштеп, жатығымен әңгімелеп береді. Сонда ақсақал жол бойындағы жалғыз төмпешіктің жайын біліп, дуасын жасап, иманын тілеп, біраз еске алады. Сол түні қонған қожаға Қанарбай ата, қызының ауруы қиналып жүр ғой, маған әкелсін деп аян береді. Қожа таңертең тұрып, байға, мына қызыңның ауруына Алладан дуа тілеп, сол Қанарбай әулиеге түнет деп мәслихат береді. Қызы ауырғалы берекесі кетіп, не терін білмей жүрген бай екі сөзге келмей, «Қожеке, мұны жақсы айттыңыз ғой, бізде білім аз, әлім мүлдем жоқ, енді осыған өзіңіз басшы боласыз» деп қатты қуанышты әрі қобалжулы кейіпте өзіне қолға салады. Сауап істеуге үнемі даяр иманды қожекең бұған келіседі. Сонымен қызын түйеге артып байлап, Қанарбай атаға жол шегіпті. Әулиеге келгеннен қыз ұйқыға кетіпті. Тістеніп, кіжініп, неше уақыттан бері жалшытып ұйықтамаған қыз ертеңіне де оянбапты. Түн өткеріп таң ата, «Көке, қолымды шеш» деп мейірімді жылы үн қатып. Қуанып кеткен көкесі және жанындағылар не болғанын, әулиеде не көргенін сұрайды. Сонда қыз, «Елге барайық, бір мал садақа берейік» депті. «Ойбай балам, сен ауруыңнан жазылсаң, ақбоз атадық» деп бай елге келіп, халықты жинап, Құдай жолы беріпті. Ертеңіне
Қызының айтуымен қайта жиналып, әулиеге кесене жанына мешіт салуға ниеттеніп, жігіттерді жинап, нар түйелерді тізіп, алыс-алыстардан саз, құм, су тасып, бірер айларда атаның басына күмбез күркесінің орнынан мешіт құрыпты. Сырық көміп, ту байлапты. Бұған куә болған көпшілік арқылы Қанарбай әулиенің аты елден елге кең тарап, күні бүгінге дейін ықыласы күшті келушісіне ықпалын тигізіп келеді. Ал атырабындағы ел бұдан кейін мәйіттерін осында жерлеген, содан көбейген. Бүкіл өнері мен білімін, қасиетін адамзаттың сауабы жолында жұмсаған ұлы тұлға туралы ел естеліктеріне кезек берелік. 50-ші жылдардың басында жыл ауыр келіп, шаруагерлер кәдімгідей қиналып қалыпты. Қарттар бұрынғы рәсімдерін жасайын десе, заманнан, заңнан өте алмайды. Лаж жоқ. Ел әбір-жу, жыңғылды шаруашылығы малдарын Қарақалпақстанға қарай айдауға кіріседі. Әлжуаз мал жол жүре алмайды. Мәшіндермен күн-түні тасып та үлгермей қиналып жүргенде, шаруашылықтың директоры Сафрон Брайлев қарттарға жолығып, «Сіздердің ата-бабаларыңыз осында туып өсіп жасап келесіздер, сәрі жыл жұтаң келгенде қайтушы едіңіздер», деп сұрайды. Қаржау молда бастаған бір топ ақсақалдар биылғы жылдың құрғақ келгеніне ашынып, өзара кеңесіп қоятын. Тасаттық жасауға үкіметтен қорқады, әр намаздарында Аллахтан елдің ырысын, жарылқауын тілейді. Қаржау молда түн жарымында әдейі тұрып, тақаджуд намазын оқып, ұзақ дұға жасап, таң намазына дейін тіленетін. Сафрон әлгіндегідей деп кеңес сұрағанда олар қуанып кетті. Сонда қарттар жылына бір рет Қанарбай әулиенің басына барып, зиярат жасап, Алла жолына бір мал садақа беретінін, тасаттық жасайтынын айтыпты. Әулиенің басына барып деген жері оған ұнады. Әйтпесе ол жылдарда шолақ белсенділер бұл үшін Сафронды қаралап, үкіметке білдіріп, ахуалын мүшкіл етері де ештеңе емес еді. Қазақша жатық сөйлейтін, жақсы түсінетін Сафрон Брайлев сол мезетте ақ келісім берді. Себебі ол күзде осы кеңшарға директор болып, осы шаруашылықты қабылдап алғаннан кейін, қыстауға дайындықты күшейту үшін аудан орталығындағы автобазадан 10 шақты мәшине алып, керменеден жем тиеп келе жатқанда, аралық 200 шақырымнан да алыс. Сонда бір кереметті көріп, жағасын ұстаған. Сол күні ол жол бастаған бірінші машинада еді. Асығыс, тезірек жыңғылдыға жетіп, отарларға жемді таратуы керек. Алла нәсіп етсе ғана ойлағаны болатыны туралы мүлдем қаперіне келмейді. Әулиенің тұсына келген кезде машиналары бір бұйрық алғандай бір мезетте бірден сөніп тоқтап қалады. Директор да, барлық шопырлар да бұған түсіне алмай далып. Сол арада бір шопан келіп, әулиеге зиярат жасау керектігін шетте тұрған шопырға түсіндіреді. Мұны естіген Сафрон шопырлармен жиналып келіп Қанарбай атаның басына отыра сала, «Қанарбай ата, овцы сдохнет, брось» деп жалынады. Мұнан соң ата олардың жолын ашады. Сафрон қуанып кетеді. Бір жағынан енді әулиеге байланысты қателік жібермеу керек жағына да сақ болады. Жаңа қарттар Қанарбай атаның атын айтқанда мақсатына жететініне сенеді де, оған барудың жоралғыларын сұрайды. Молдалар әулиеге бару үшін дәрет алу керектігін, тіпті ғұсыл құйыну бәрінен жақсы екенін, содан соң ниеттің түзу, ізгі ниетте болуын тәтпіштеп ескертеді. Директор бұл шарттарды орындап, молдаларға дайын екенін айтты. Аллаға мадақ мақтаулар айтқан молдалар Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассалам шапағат қолдау тілеп, бір үлкен ақ қошқарды машинаға салып, әулиеге келеді. Сафрон үлкендердің нұсқауымен зияратын жасап тізерлеп отырыпты. Қошқар маузалы ретке таялғанда, Сафрон құблаға қарап отырған қалпында екі қолын көкке көтеріп, «О Аллах, ради Қанарбая, дайте мне дождь» деп жалыныпты шын көңілмен. Қошқар сойылып, еті қазанда қайнай берсін. Манадан басталған сүре тәжуидпен қарағатталып ұзақ оқылды. Аллаға шын көңіл бұрған Сафрон әуелге тізелеген қалпында екі қолын тізесіне қойып, басын иіп тапжылмай отыр. Дұғадан соң шалдармен бірге мешітте шай ішті. Аллахтың ұлылығы, кереметтері мен ілімінің шексіздігі отырыстағы әңгіменің басты өзегі болды. Бұл әңгімелерге әбден көңіл бөлген ол ойындағы дүдамал бір пікірінде жасырғысы келмеді. Күнәкар болудан Аллахтан қорқамын, өзінен ғана пана тілеймін, бірақ білгім келеді, сосын сұрайын деп отырмын. Алла жалғыз,
бар тілекті беруші, жарылқаушы ол ғана. Қазіргі заман белгілі үкімет бұған жол қоймайды. Сосын жасырынып осында келіп отырмыз. Негізінде неге енді әулиеге келіп тілек тілейсіңдер, деді. Қажау молда, мұның дұрыс әңгіме, деп басын көтеріп, Сафронға риза көңілін сездіргендей жылы шырай танытып әңгімесін әрі жалғады. Аллаға ширк, серік қосу, әлденені теңестіру үлкен және кешірілмейтін күнә. Алла барлық жерде, ол ашық жабықты да, алыс жақындағыны да, қараңғы жарықтағыны да, көңіліңдегіні де толық білуші құдірет. Қай жерде отырып тілесең еркің, бірақ таза жер болуы шарт. Сосын іші сыртың таза болсын, ниетің түзу, ибадатың дұрыс болсын. Әсілінде қандай құлшылық ибадаттары болмасын, өз үйіңде, сосын мүмкіндігінше Алланың үйі мешітте отырып оқыған, тілеген өте көп, дұрыс әрі сауапты, әрі күнәдан аулақ болады. Ал бізде мешіт жоқ қой. Мешіт тек осындыда, жыңғылдыда мешіт бола тұра әулиеге келіп садақа берсек дұрыс болмас еді. Бұл аятта не хадисте айтылмаған, сүндетте көрсетілмеген. Міне енді біз әулиеге, мешітке келдік. Құдайдың өзі кешірсін, мұндағы көңілге медет, мазарат, таза жер. Ибадат жасап отырғанда да, дұға оқығанда да көңілді, ойды бөлетін ештеңе әсер етпейді. Ниет бұзылмайды. Салауат, дұға, тілек айтылғанда беріліп отырасыз. Біз әулиенің басында отырып Алладан сұраймыз. Екіншіден, рух періште. Періште Алла мен адамзаттың ортасында дәнекер. Адам өлгесін екіге бөлінеді. Рух Аллаға көтеріледі, дене топыраққа көміледі. Рух сауап, нала, обал өлмейді. Аллаға көтерілген рухтың тағдыры сауап пен наланың салмағына қарап шешіледі. Сауабы көп рух періште жарылқанады, ал көпті налытқан обалына қалған рух әуелде берзақ қабырында шермене күй кешсе, қияметте жазаланады. Жалғанда көп сауап және ізгілікті істеп өту мен балаларына намаз үйретіп өткен ата-ананың бұл жолдағы алар сыйлығы үлкен. Үшіншіден, Алланың 99 аты бар, соның бірі уәли, қорғаушы. Алла тақуаларды жақсы көреді және оларға мықты қуат береді. Қанарбай әулие жарықтық тірісінде аят сүндетке адал болды, өмірін тек сауап істерге бағыштады. Оның рухы Алланың алдында жарылқанады, Алланың сүйікті құлы дәрежесінде қалды. Ол Алланың досы, Аллахтың достары туралы арнаулы аят бар. Жүніс сүресінде оның рұқсатынсыз ешбір шапағатшы жоқ. Хадис бойынша Алла кімді қаласа Жәбірейіл періштеге айтады. Ол өзіне кейінгі ізгілік періштелеріне хабарлайды. Ізгілік періштелері Алланың қалаған құлын мақсатына жеткереді. Міне осы қанекем және осындай уәлилер, әулиелер, сол ізгілік періштесі. Атын айтып, не әулиенің басына келіп Алладан жәрдем сұрағандардың Алла Тағала мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам атын айтып, медет тілеп, өзінен шын ниетпен тілегендерге көмектеседі. Мұны Раббани ілімде тәуәсіл дейді. Және бір тәуетушілер бірден Қанарбай атаның атын айтады. Ондағысында ол атаны Алла деп отырған жоқ. Әруақ ретінде инсани бейнесін санасында сәулелендіріп, жарылқан иемізден жәрдем сұрайды. Бірақ оған дейін жүрегінде Алла тұр. Бұл бір нәзік сезім. Мал сойғанда бауырда тұрған өт, қуық қандай нәзік, бұл да сол сияқты. Ұқыпсыз адам өтті аларда жарып қойса, ет бүлінеді ғой. Бүлінеді, деді Сафрон, молдекеңнің түсіндіруіне риза болып. Оны жуып кетіруге болады. Сол секілді пәмдемейтін адам да тәуәсіл мен ширктің арасындағы нәзіктікті білмеуі мүмкін. Бұдан байқау керек. Аллаға ширк қосу немесе балама келтіру үлкен күнә. Бұл суға жуғанмен тазармайды. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандардың қабырға баруына тыйым салды. Себебі олар жахилет дәуірінде мазаратқа барып табынатын, тіленетін, жалынатын. Олар бұл серік қосу екендігін, күнә болатынын білмейтін. 13 жылдан кейін мұсылмандар ақ пен қараның арасын айыра білген уақыттан әруақтарды зиярат етуге, Құран бағыштауға рұқсат берді. Хадистер мен аяттар осылай түсіндіріледі. Құранда оның рұқсатынсыз ешбір шапағатшы жоқ деген және естеріңде болсын, расында көктердегі, жердегі әркім Алланың иелігінде деп ескерткен. Алла деп Сафронға қарады. Сафрон қасын керіп, көзін бақырайтып, есінен таң қалды. Қиялы аспан әлемінің шексіз тұңғиығында сол рухтармен бірге сүңгіп кеткен ол әлдене уақытта өзіне келіп,
басын шайқап, неткен керемет деп дауысы дірілдеп, көңілі босады. Ол Алланы өз діні бойынша түсінеді. Ислам, Құран ілімі туралы түсінік оған осы шаруашылыққа басшы болған жерден бері қарай орнады. Тіпті ол шынайы дінді көргеніне сенді. Шай ішіліп болған, дастархан жиналған, әңгіме бір-біріне жалғасып қыза түскен. Көптен тынымсыз жүрген шаршау Сафрон оң жамбасына шынтаған күйі алдындағы шайдан босаған шәнегіне қолын сүйеп қалғып кетті. Сол сәтте жылы жел есіп, көкті бұлт торлап, күн күркіреп, себелеп, жаңбыр жауа бастады. Қасындағылардың қуаныштан шүкірлеген жабырына оянған Сафрон орнынан ұшып тұрып, есіктен жаңбырлы далаға сүйсіне қарап, елжіреген көңілін игере алмай қалды. Қуанғаннан моншақтай төгілген көз жасы қалтасынан орамалын аламын дегенше тамып та кетті. Бұл тек Сафронның көңілі емес, Аллахтың кереметіне, Құран Алланың өз сөзі екеніне сенген елдің жайы, жандарына батып жүрген мешіттегілердің бәрінің де көңіл күйі еді. Бірақ сыр бермей отырған. Сафроннан кейін олар да орамалдарын мен беттерін сүртіп жатты. Ұзақ үнсіздік сақталды. Бейне барлығы да іштерінен Аллаға мақтау мадақтар айтып, шүкірлік еткендей. Қапыда жіберген қателіктері мен пендешіліктері үшін берген шексіз де мол нығметтерінің қадірін орнына қоя алмағандары үшін кешірім сұрағандай ибалы кейіпте. Қаржау молда ғана аузы жыбырлап ішінен дұға оқып отыр. Дұға аяқталып бата жасалып болған соң, заман мәдени орталығынан алыс далада мектеп медресесіз елде жүріп, мынандай үлкен ілімді игерген Қаржау молдаға Сафрон ризашылығын білдірді. Орнынан тұрып, қолын көкірегіне қойып басын иді де, қасына барып тізерлей отырып құшақтап бетінен сүйді. Жаңбыр осы жауғаннан бір жеті бойы тынбады. Ара-арасында 2-3 сағаттап қойып, шуақтап күн шығып, ізін ала тағы жауып тұрды. Мамыр айының 2-ші жұлдызы күні басталған жаңбыр 9-на дейін жалғасты. Жердің де миы шығып кетті дейді білетіндер. Көк көтеріліп, дала көркейіп, бұта біткен көгеріп, көктемнің сәні келген. Сафрон бәріне риза. Сонда Қанарбай атаға келіп, бастапқыдай тізерлеп отырып алып, жүрегіндегі шыққан лебізі түгел жеткеруі үшін өз тілінде «Қанарбай ата, спасибо тебе, хватит» деп жалынады. Күн айналмай жаңбыр қойып, мамыражай мамыр күндері басталды. Шынын айтқанда біз мұндай әңгімелерді естігенімізде көңілде күмән тұрады. Себебі атеизм біздің санамыздан ғайыпқа сену түйсігін зорлап сөндірген. Бірақ Алланың құдіреті күшті, оған ешкім шек келтіре алмайды. Мұндай деректі кезінде Тамды ауданында автожол басқармасын басқарған Базарбай Сержанов та айтады. Сафронның көп мәшінмен келе жатып тоқтап қалып, атама жалынғаны, мына жаңбыр тілегені сол жылдарда мұсылманшылыққа аяусыз соққы беріліп жатқан заманның өзінде Тамды аудандық газетінде жазылды. Мұны дәлелдейтін тағы бір өзім куә болған оқиғаны да айтайын. Менің қарауымда Назаров Ерхан Жапанұлы деген жігіт істеді. Өзі елпілдеген ақиден жігіт болатын. Бойы да, ойы да таза жан еді. Руы Бақашы, Қанарбай атаның руынан. 1992-93 жылдардың шамасы әлгі Ерхан өз бригадасымен жол бойында істеп жүрген. Көптен бері жаңбыр жаумаған, жердің ақшаңы шығып, көк біткен қурап кеткен. Жұмысшылардың әрбір сағатта 15-20 минут дем алып отыратыны бар ғой. Бәрі де шаруаның баласы, бірлі жарымы мал ұстайды. Осындай демалысты отырыста бұлар биыл жаңбырдың аз болғанын, мал азығының жалшымды өнбегенін әңгімелеп отырады да, бір-біріне қалжыңдайтын әдетімен жігіттер арасындағы ең момыны әрі кішіпейілі, әрі Қанарбай атамның руласы Ерханға көңіліне әсер ететіндей намысын жанығандай мәмілемен: «Сен Бақашысың, Қанарбай атаның туысысың. Егер шынымен Бақашы болсаң, атаңа айтып жаңбыр жауды шыған екен» дейді ғой. Бұл Ерханға қатты әсер етеді. Бақашы болсаң деген сөз ызасын келтірсе керек. Демалып отырған көлеңкелік лашықтан сыртқа шыға сала, екі алақанын жайып аспанға қарап: «Қанарбай ата, бізге жаңбыр жаудыр, мені мыналарға ұятқа қалдырма» деп бар даусымен айқайлайды. Азарлана жалынады. Арада нан шайнам уақыт өтпей жел тұрып, бұлт пайда болады. Ізінен төгіп тұрып, жаңбыр жауады. Жаңбырдың жауғанын біліп отырмыз, орталықта кеңседе отырып. Жер қайта көктейтін болды деп қуандық. Бірақ болған әңгімеден хабарсызбыз.
Жаңбыр жауғасын жігіттер жұмыстан ерте қайтып келді. Бұл жаңбыр әлі жауып тұр. Бригаданың жетекшісі келіп, өз-өзінен сөз бастап, болған әңгімені баяндады. Біз сол кезде барып, бұл жаңбырдың қалай жауғанын білдік. Алла кемсітілгендер тарапында болатынын өзі де аятымен хабарлаған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жәннаттықтар туралы айтқан хадисінде, ол әрбір әлсіз, танымсыз, бірақ ол бір нәрсемен ант етсе, Алла оның атын орындайды деп, елей бермейтін бейшаралау мүсәпір жан таза құлдарын Аллахтың өзі әр уақытта сүйеп демеп отыратынын аңғартқан. Әулие Қанарбай атамен ант еткен өзгелер кемсітіп отырған Ерханға да, халық мүддесі жолында қатты қиналған көңілі таза Сафронға да құдіретті Субхан Алла тағала қолдау көрсеткеніне шек жоқ. Әрі бұлар осы айтылған аят хадистерге бір дәлел. Енді ізімізге қайтып 1952 жылдың мамырына келейік. Бұл оқиғадан кейін Сафрон Қанарбай атама жалпы ислам дініне тәнті болды. Сафрон әуелгі көшірілген үйлерді қайта алдыра бастады. Әрі-бері қатынап жүрген қазақ-түрікпен шоферлар Қанарбай атаның басына шартты түрде кідіріп, Құран оқып өтеді. Бүгін де сөйткен, бірақ бүгін машиналардың саны көбірек. Миша Ашаковский деген жігіт қосылды бұларға. Кеше өтерінде мазаратқа көз салған Миша әлденеге назарын аударған. Қазір жүк артып келе жатқанда шайтан түртіп, Қанарбай атадан құр кетпеуді көңіліне түйіп қояды. Тізіліп келе жатқан машиналар тоқтайды. Қу Миша әдейі артқа өткен. Құран оқып, су ішіп дем алған шопырлар машиналарында отырып жүріп кеткен. Миша машинаның бұл жерін шұқып, серіктерін ұзатып жіберіп, мазаратты аралап, ақшаларды жинап алады. Машинасына келсе, моторы оталмайды, әрі-бері көрет болмайды. Біраз мезгіл өткенсің әулиеге бір шопан зиярат жасайды. Мишаның арызын түсінген шопан оған алғандарын қойдырады. Мұнан соң машинаның моторы от алып, Миша тым жақсы ақ жөніне кетеді. Келген машиналарды рет-ретінде жұмсаған Сафрон Мишаны тағатсыздана күтті. Ішкілікке бір табан жақын шопырының әлденені бүлдіргенін де іші сезіп ашу қысып, Мишамен кездескенде таусылып тұрған Сафрон одан жөн сұрамай-ақ, Қанарбай ата тебя не простят деп жағының отын жандырып, тартып жібереді. Кінәсіне ықырар. Миша бұған қыңқ етпей ісіне кете берді. Қанарбай ата осындай әулие. Аяп Нарбаев, Сафрон Қанекемді әкесіндей тән алатын. 1950 жылдар мен жыңғылды шаруашылығының партком хатшысымын. Директормен бірге жүреміз. Қанарбай атаның тұсынан әрі-бері өткенде түсіп, шай ішіп, демалып аттанамыз. Бір күні әулиеге келіп, машинамыздың бір жерін жөндедік. Харис деген татар жігіті, шопырымыз Байтатар деген кісінің баласы. Машинді жөндеуге егеу бігіз керек болды. Әулиеден оларды алып жұмысын бітірді. Бір кезде әлгі шопыр бігіз бен егеуді алғысы келіп, кілттерін ораған шүберегіне сала бергенде, сезімтал қырағы Сафрон алдырмады. Қайта әкеліп қой, бұл жерден өзің сияқты қанша жолаушы өтеді, бәріне керек болады бұлар, деді. Тағы бірде Сафрон маған келіп, шобан қазғаннан рация алдым. Қанарбай атадан біреу бір киіз алып кетіпті. Соған жастардан 1-2 азамат берсең, бірге жолдан өткен машиналарды тексерсек, деді. Мейлі деп 2 комсомол бердім. Бірінші күні жоқ. Екінші күні жайылымдарды суландыру мәселесімен бір шопырды ұстап әкелді. Жөн сұрадым. Ол бір киіз алып едім. Көп ұзамай алдымнан дәу қаранар шықты. Тіпті машинадан үркер емес. Қайта машинаға қарсы тіке жүріп келеді. Бұл отарда мәшинен қашпаған осы бір нарды өзімде таңырқадым. Басып кетпейін деп жолдан шығып едім, батып қалдым. Ұрнап көрдім, зорыққаннан машинаның моторы өшті де қайтып оталмады. Көп ұрынып шаршадым. Сол әбігершілікпен жүргенімде қаранар да көзден ғайып болыпты. Содан киізді көңіліме алып, әй, осыны қателікпен істедім-ау деп жайына әкеліп қойдым. Қайтып барып іске қоссам, машинам да істеп тұр деп бізден кешірім сұрап, екінші қайталамайтын болып кетті. Қанарбай ата үлкен қасиетке ие құдіретті әулие. Оны Сафрон шын пейілімен беріліп, керемет құрметтейтін, деді құрметті ақсақал. Қанарбай атамның тірісінде жақын маңнан өткен бірде-бір жолаушы күркесіне соқпай өтпеген болса, әулие аттанған соң да ешкімді бір кідіртпей өткермеген. Осының өзінде үлкен мән бар-ау.
Алдымен біздер де сіздердей болып жасағанбыз, күні келгенде сіздер де біздердей болып жатасыздар деп айтылған өсиетті ескеріп, өзі қысқа өмірде опасыз дүниені қуып ентіге берме, түбі келетін жерің осы жердің қойны дегені, ақыретте ескерту мен сүндетке амал етуге шақырғаны. Ей менің шыққыр көзім, көрге қара, біне мен бүлік толы жерге қара. Қор болып құмырсқаның аузында баратқан ай дидарлы ерге қара деп Омар Хайям айтпақшы, мұнда хан да, қара да, ай дидарлы ерде жатыр. Кім болсаң да мазаратқа түсіп өт деп сабырға шақырғаны, дүниеге құныға қызығып кетіп, ақыретіңді ұмытпа дегені. Оны тек ұлы Алла біледі. Ақын Мұқағали Қозық Көрпеш Баян-сұлу бейітіне арналған өлеңінде: жол түсіп ұрпақ таңсыққа барсаң тегінде, бір соқпай кетпе күмбезге сонау көрінген, қазақтың осынау қасқайып жатқан төрінде бабаларыңның махаббаттары көмілген деп аяқтапты. Жерлесіміз Өмірзақ ақын айтады: босағадан сапар шығып кеткендер, бейіттерді аяқ асты етпеңдер, топырақ сал, тізеңді бүк, дұға оқы, кеше олар да шалқып тасып өткендер деп. Шынында әруақты ер армас дегендей, әрқашанда біз аруақтар алдында қарыздармыз. Сондықтан қандай болмасын шартты түрде әруақтар мәйіті жатқан қорымға тоқтап, Құран оқып өткен сауап. 1947 жылдан кейін 1932 жылы осы Қызылдан зорлап су бойына көшірілген ел ата-бабасының байырғы қонысына қайтып келеді. Қанарбай әулие туралы білетіндер соғысқа кетіп, бір паралары қартайып дүниеден өтіп, кету мен келудің арасындағы 15 жыл, яғни 1932-1947 жылда ұмытқандар әулиенің өз ықпалы арқылы атаны қайта біле бастайды. Ал сол дәуірдің дабырғына дегбірінен адасып, Құдайға, әруаққа, әулиеге қарсы көзқараста жүріп, Қанарбай атаны да аттап өтуге ұрынғандар киелі әулиеден дер кезінде ақ жазасын алып тобасына келген. Осы өңір Ваппент ауданына қараған жылдарда Сиуқұл Тоқанов шаруашылықтың директоры болған. Шаруа қожалығының қарбалас бір күндерінде аупаркомның бірінші хатшысы Ғұлам Юсупов Сиуқұлды вилсіне мінгізіп, шаруа жайында ашуланып сөйлеп келе жатқан. Әулиенің тұсына келгенде Сиуқұл тоқтап өтейік деп айтпақшы болыпты да, бірінші хатшы ашулы болғасын үндемепті. Әулиеден 50 метрдей өткенде вилс аударылыпты. Бақытқа орай бәрі аман, машинада бұзылмаған. Ғұлам: бұл қалай болды депті. Шопыр мен директорға қарап: Сиуқұл: әулиеге тоқтамадық қой деген екен. Ау, осыны айтпайсыз ба деп қайтадан әулиеге келіп, Құран оқып, жүрістерін әрі қарай жалғапты. Әдептілік хақындағы хадистің 332-333 өсиеттерінен: өлгендерді қорлаған адам, мұсылмандарды қорлаған адам бәлеге жолығады. 627 өсиетінде: арам айла мен қиянаттың орны тозақ. 677 өсиет: біреудің мал мүлкіне жауыздық қылу исламда жоқ. 436 өсиет: қабір үстіне отырғаннан гөрі шоқ үстінде отырып киім-пиіммен өртеніп кеткен жақсы. Жұлдыз журналы 1992 жыл номер 1. Қанарбай ата әділетсіздікке, тәкаппарлыққа төзбеген кісі. Осы өңірде көп жыл жасаған Файзулла Нұрлыбаев әлі есімде. 1965 жылдың тамыз айының 25 жұлдызы күні біздер номер 1 Құланқақ фермасының қызметкерлері шоферіміз Сәндібек Нұрманов, ферма меңгерушісі Сүлеймен Жүсіпбеков, зоотехник және Ноғаев және Әбділлә Әбдатов шаруашылық орталығы тамды трубадан қырқым жабдығын артып, газ 53 таңбалы машинамен жолдың апшысын қуырып, зымырап келе жатқанбыз. Екінтіде сағат 3-терге таялып қалған кез еді. Қанарбай атаның тұсына жеттік. Алдымыздан түйе жетектеген шал, екі жалаңаш бала кез келді. Біреуі абыройын орамалмен жапқан, екіншісі анадан тума сыптай. Жақындай келе түйелі кісіні таныдық. Бұл Сүлейменнің әкесі Жүсіпбек ақсақал. 70-ке келген қарт түйелерін іздеп көп жүріп қалады да шөлдеп әулиеге келеді. Келсе, мұнда тыр жалаңаш екі бала жылап отыр. Қартты көргеннен «Атажан» деп жабыса кетеді. Жөн сұраса, бұл екі бала кеше кешқұрым шоферкен жағынан келген екен. Әулиенің басына қойылған ақшаларды, тауарларды жинап алып, келіскен көліктері келгенше жолға шығып күтпек болады.
Жолға жетпей алдарынан жалғыз көзді машина шығып, екеуінің жұбын жаздырмай таң атқанша қуат. Баспайды, соқпайды, тек шаршатып, таң ата бере қайып болады. Түнімен қашқан бұлар бұталарға сүрініп, киімдері ілініп, парша-паршасы шығады. Тіпті сыпырып алғандай абырой жабар жері қалмайды. Сөйтіп еңіреп тұрған балаларға Жүсіпбек шал орамалын беріпті. Екіншісіне мен де артық жұмыс шалбарымды бердім. Олар өлердегі сөзін айтып, бізге көп жалынды. Міне осындай ата өзіне құрметсіздік қылғандарға, яки жоғарыда айтылғанымыздай хадисте көрсетілген қағидаларға қайшы іс қылғандарға дер кезінде ақ жазасын береді. Екінші оқиға былай болған. Мұны осы Файзолланың нағашысы Құттымұрат Қошманұлы әңгімеледі. Шафиркон ауданының Қалаши ауыл кеңесі сол заманғы Сталин атындағы ұжымшарында жасайтын Ашылдың баласы Бозар деген жігіт болды. Оны ұжымшар осы әулиенің жанындағы ботақараға мал қыстату науқанында көмекке жібереді. Ұзақ жүріп қалған ба, қалайда ол бір күндері ешкімге айтпай кетпек болып, оңашалап ауылдан шығады да жол үстіндегі Қанарбай атама бұрылады. Атаның басынан бір мақталы күпәйке мен ақша алады. Олжалы болғанына қуанып, енді шекарадан өтіп, өзінің жолына қайтқанда, атам машина болып ызыңдап қуады. Қорыққаннан алғандарын орнына қояды. Жолға түсіп, 2-3 күн дегенде үйіне келеді. Қатты қорықса керек, оны ешкімге айтпаған, жүнжіп жүріп, бір күні жынды болады. Содан ата-анасы туыстары Қанарбай атама әкеліп, көп қатынап жүріп, қиналыңқырап барып жазылады. Себебі ол машина болып қуылған кезде боқтаған екен. Мұны кейін өзі есіне алып кешірім сұраған. Содан кейін барып күн санап өз-өзіне келген. Жынды болудың да ұзақ уақыт емделуінің де себебі осы тіл тигізгеннен, оны дер кезінде мойындап кешірім сұрамағандығынан екен, дейді осы оқиғаға өзі куә болған ақсақал. Осы құралыптас және бір оқиға 60-шы жылдардың басында болыпты. Қызыл Рабаттан әріде бір шофер Қанарбай атаға көпшілікпен келіп бір күні қонып зиярат жасап қайтады. Әулиедегі мән-жайды өзінше түсінген ол әулиеден оңай олжа жинауды ойлап, ауылындағы қарапайым жігіттерінің бірін ертіп, ауылды кештетіп осында қайта келеді. Мәшінді әріде қойып, қараңғы түсе әулиеге кіріп, алдымен Құран оқып, мешітке барса лыпылдап майшам жанып тұр. Шиқша арыстан ұйықтап жатыр екен. Біреуі оның көкірегіне мініп алып, қозғалсаң өлесің деп қорқытады. Екіншісі мешіттің қабырғасында ілулі тұрған әдемі әрі үлкен 2 кілемді алады. Арыстанды байлап тастайды. Әруақ ақсай асықпайды деген үлкендер. Қанарбай атам шиқшы шешеді. Ұрыларды Әмударияға дейін жібереді. Дарияға жеткен кезде өзі машинаны итеріп тоқтатады. Шофер қорқып кетіп, сол заматта жан тәсілім етеді. Екіншісі қиналып жатады. Дария жағалап келе жатқан орман қарауылы бұлардың үстінен түседі. Әл үстінде жатқан екінші жігіт бар оқиғаны бастан аяқ баяндайды. Сөзінің соңында осы жерге келгенде кереметтей үлкен адам алдарынан шығып, машинаны итеріп тоқтатқанын, содан қорыққанын айтады да сылқ түсіп жан беріпті. Орман қарауылы айтылған адрестер бойынша хабарлап, туыстарына баяндалған оқиға мен тапсырылған аманатты кілемдерді жайына Қанарбай атаның басына апарып қойсын деген соңғы өтініштерін айтыпты. Туыстары аманаттарды дер кезінде орындапты. Сан мыңдаған сырға толы атадан барлық уақытта бір қасиетті жаздырмай танып отырамыз. Ол пәк пейілді, досқа дос, ал жалаңқия опасыздарға кешірімсіз қатал. Атаның асына 1996 жылдың қыркүйегі. Жүрістері қолайсыз, көріністері де тұрпайлау 4 жас жігіт жеңіл машинамен сырттан келді. Қонақ үйі бір қонақтар да олармен қысқа уақыт қана бірге болған. Сондықтан қайдан келген, кімдер екені белгісіз. Олар тоғашылар мен өзбек тілінде амандасып, тойға құтты болсын айтқанымен, өзара тілдескенде оларды тоғашылар да, тойшылар да түсіне алмапты. Не өзбек, не тәжіктің тіліне ұқсамайды, дейді. Оларды кездестірген өзбек, тәжік тілдерін жақсы білетін бірнеше кісілер. Міне осы 4-еу қонақ үйден сыбаға жеп болған соң атаға зиярат етіп қайталық деген намаз шамның кезінде жолға шығып әулиеге жетіпті. Бұл кезде адамдар мешітте, әулие жақта бірлі жарым ғана адам жүр. Осы сәтті пайдаланған бұзық ниетті 4-еу әулиенің босағасындағы тудың сабына байланған түрлі тауарларды
олардың ұшына түйілген ақшаларды алады. Атаны құрмет етіп тойға келген халық тойға атаған ақшасын арнаулы қойылған сейфке салды. Оған сыймағанын әлгі туға байлаған. Танымы тайыз төртеу мұны халық неге қойып жатыр деп ойлаған жоқ. Керісінше, елдің өз дініне, әулиесіне құрметін менсінбеген пікірде болып, оңай олжаға тап келгеніне қуанып, жолдың табын алады. Құранда мұндайларды 200-лер мұнафықтар дейді. Оларды ауылдан осы пиғылмен шыққан еді десек, иманымызға қиянат қылармыз. Алайда той тамаша көруден бұрын өзінің құртын жеген дүние қоңыздық әрекеттері әйтеуір осы тойға шын құрметпен келмегенін байқатқандай. Зымырап келе жатыр, көңіл тоқ, тек қуанышы хабардар болмай жатып, таптырмасқа қара үзу. Олардың қорқып сезіктеніп келе жатқан адамдар, бірақ олар әруақ, әулиенің кереметі, құдіреті барын одан ешкім қашып құтыла алмайтын білмейтін. Ата оларды көп ұзатпады. Жеңіл машиналармен әсте ғана шөлдің жұмсақ құмына бір домалатып алды. Аман қалғанына шүкір еткен олар тезде әулиеге қайтып, алғандарын орнына қойып, ешкімнің көзіне түспей зым қайым жоқ болды. Оны сол жерде қызметте жүрген зерек жігіттер жақсы аңғарып, дәлелдермен сипаттап бізге әңгімеледі. Мұнафықтар негізі халық енді білді деп, кетпесек ұрып өлтіреді деп ертерек еліне жол алған. Парасаттылар қоғамының қырағы жанашыры, тірегі болған киелі Қанарбай ата атына, әруағына ныз келетін жерде өзге түге өз баласын да аямаған. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген төрелі ойдың пікірін парасаттылыққа көңсіткен күйкі ой емес, өресі биік, иллахи ойлылыққа шақырған тұлғаны сияқты ата тура төрелікке кесетін әулие. Атаның Ұрқия атты бір қыз, Таш есімді бір ұлы болыпты. Қызы ертерек дүниеден қайтқан, ал Ташты атаның өзі айтқан өсиетін ескермегендігі үшін, әке өсиетіне құрметсіздігі үшін қағып салған дейді айтушылар. Ол былай болыпты. Ата көздің тірісінде Ташқа айтып отыратын өсиеттерінің бірінде: менің атымды айтып елден мал жинаушы болма, тек жалғыз Алла тағаладан тіле деп тапсырған. Қанарбай ата дүниеден өткесін туыстарының қасына көшіп барған Таш ел аралап атаның атын айтып мал жинапты. Содан ол малды базарға шығарып сатып үйленбек болған. Әкесі баласының бұл пікірін жөн көрмей, базарға жол алатын күні түнде ауылдан жол шықпай-ақ аян берген. Бірақ Таш мұны тыңдамаған. Сосынғы әңгіме былай болыпты. Таш малын айдап кете береді. Келесі күннің түнінде ата Үсенге таң алдында аян беріп: Үсен, Таш бос күжімге бара жатыр. Бүгін ерте тұр, түске қалмай Ташты тауып ал, деген. Түсін суытып, сұстанып тұрып, Үсен ояна сала дәретін алып, атаның өзі кезінде үйреткендей 2 рәкат нәпіл намазын оқыды. Аллахтан, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам, Қанарбай атама өзіне Ташқа жарылқау тілейді. Неге ізінен бар демеді, неге жетіп ал демеді, тауып ал деді ғой деп күбірлей жүріп үйден шықты. Атын айдың жарығымен ерттеген Үсен әйеліне: мен Сұлтанбейбі жаққа барып қайтамын деп қысқа ғана. Әйелі көрегенділік тәртібіне сай неге екендігін сұраған жоқ, ішінен Құдай жолыңды берсін деді де қала берді. Атам сілтеген бағытқа қарай жолға шыққан Үсеннің көңілі күдікті, әрденені ойлап мазалайды. Дегенмен ешкімді де жамандыққа қимайтын Үсен астағфиралла, астағфиралла деп күбірлей қайталап атын екпінмен айдап келеді. Таң бозара ұсақ мал айдаған түйешінің ізін анықтап алды да бір істі бірыңғайландырғандай көңілі орныққан соң атынан түсті. Беліндегі орамалын шешіп алып таң намазын оқыды. Таңның өзі тамаша еді. Мұндай таңда айдалада азан айтып, ниет етіп, таң ұйқысын қимай маужырап тұрған даланы барлығымен Алланы тануға, ұмытпауға, иман келтіруге шақырып жар салғандай болғанына өзінен өзі тебіреніп, денсаулық пен тыныш заман сыйлаған, бойына осындай мүмкіндік, санасына осыншама ілім, ақыл берген Аллаға шексіз риза болды. Таш қолшықтаудың сыртын жағалап, түнде ай туғанша малын жая айдап, Шайдараздың тұсынан өте бере малын бір үйіріп сол жерге қонған. Әуелде жақсы ұйықтап кеткен еді. Қайт дегендей қатқыл үн естіліп шошып оянды. Айналасына қарап, қалимасын қайтарып,
бұл не айқай деп біраз отырды. Ештеңе байқалмағасын қайта жатты, бірақ әлденеге елеңгізіп ұйықтай алмады. Қойларды да тыныш жата қоймады. Қасына шөгеріп жатқызған түйесі де өзектен келген күйісті шайнамай қайта жұтып сезікті сияқты. Лаж жоқ, үрей билеген бойын жұбатып, малын айдап және ілгері жүріп кетті. Әттең, осы кездерде әке өсиеті туралы ештеңе ойға алмады. Маздаған қоңыр салқын жерге көкірегін төсей, шығысқа бет алған мал едәуір мезгілге дейін басын жерге салмай, тобын жазбай тартып отырды. Бұл екпін Ақтастының тұсына жақындағанда бәсеңдеді. Қой ешкілер межеге жеттік дегендей жүрістен баяулатып, ептеп жүре жайыла бастады. Әбден ұйқы құсқан Таш түйенің үстінде қайта-қайта қалғи берді. Бірақ малы жататын емес. Сосын бұл түйемен бір жерге үйіріп қайтара әзер жатқызды. Үсен де намазынан кейін атына қайта мініп, ізден көз жазбай жорғасын жосылтып сүріп келеді. Бұл жерде Таштың ұйқысында маза болмады. Көзі ілініп ұйқыға шомып бара жатқан кезде әлденелер көзіне елестеп оянып кете берді. Әйтсе де есін алған шайтан санасына ұйқыға қамап, басқа нәрсе ойлатпады. Көзін бір ашып, бісміллә, бісміллә деп әкесінен үйренген калималарын қайтарып, ізінен аятул күрсі мен қысқа сүрелер оқыған соң қорқыныштарынан ада болғандай үрейі сейіледі. Бірақ іблістің азғыруынан құтыла алмай қайтадан тәтті ұйқының қызығына тұншығады. Ата-ананың разылығы Алланың разылығы екенін ескерген ұлы құдірет тірісінде аманаттай тапсырған әкенің өсиетіне қиянат қылған. Алланы да әкесінің де кеңесін де ескермей шайтанға ерген Таштың көкірек көзін құлыптап тастады ма екен? Әйтеуір қанша ескертпе үрейлер тынышын алғанымен ол өз пікірінен қайтып имандылық тұрғысында ақылға жол беруді әдіре қалдырыпты. Тағы шошып оянды. Сәхірліктің кезі болып қалыпты. Малдары да орындарынан тұрып, керіліп, созылып, пысқырынып алды, жайылуға беттеген еді. Таш та орнынан тұрып, түйесіне мініп, енді бір жола Гүжімдіге барып ұйықтаймын деп малын топтап айдап жүріп кетті. Бұл өңірдегі мал базар осы Гүжімдіде, кейде Төртқұдықта болады. Оңғыдағы ел сататын малын осында алып келеді. Мұнда төменгі жақтағы елдерден келген өзбек саудагерлері топтап мал алады. Басқа ел базарларына бару да мүмкін, бірақ Таш осы Гүжімдіні қолай әрі жақын көрді. Таң атып, күн шапағы көтеріліп келеді. Таш та қойларын қыңырсытып айдап асығады. Сұлтан-бибінің тұсына жеткенде бір мұздай жел табан астынан үйіріліп орап алғандай болды да, так деген дыбыс саңқ естілді. Қадамын арындай басып келе жатқан түйе ыңырына боздап барып кілт тоқтады. Үстінде Таш жерге топ ете қалды. Малдар да топырлай жиналып, кезекті бұйрықты күткендей сергек. Түйе де сол күйі тұр, күйісте қайырмайды. Әлдекімді іздегендей жан-жағына ұзын мойнын бұрып қояды. Жылжыса Ташты басып кетермін деп сақтана ма, әлде бұйрық осылай ма? Қобалжулы кейіпте қимылдамай тұр. Бұлар осы қалпында тым-тырыс даланы қызықтайды. Кішігірім дала тағыларының дыбыстарына ғана құлақ салып қарап қояды. Осы тұрыстан күн жер бетіне толық көтерілген кезде топтасып тұрған қой ешкілер тобын сөгіп бет-бетіне баяу ыдырап жайылуға кірісті. Түйенің атырабынан ұзамады. Күн түстікке көтерілгенде қарындары тойған олар бәрі бір тегіс бір жерге жиналып жатты. Тап бір арнаулы шопан бағып қайтармалап жүргендей. Үсен де желдетіп келеді. Түске қалмай деп еді, үйде ылбырап көп жүріп қалдым ба? Таштым қатты жүріп кетті ме деп өзінен өзі қысылып, Қанарбай атадан кешірім сұрап қояды. Аллахдан пана тілейді. Өстіп келе жатып, күн дәл түстіктен ауа бесіннің кезінде Ташты тапты. Ат шаптырым жерден түрегеп тұрған түйені көргеннен-ақ Аллаға сана, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам салауаттар айтып түйенің жанына келді. Таш шалқасынан жатыр. Басы биіктеу төмпешікте сүйеулі, түйенің көлеңкесі үстінде жартылай түсіп тұр. Аттан түсіп Ташты қозғап көрді. Аяқ қолы бүтін, бірақ жан жоқ. Үсенді көргесін әлдене демекке орынды айта алмады. Сосын қинала түрін жиырып, жылап жіберді. Денесі ауырған болар, оны да енді есін жиып сезіп жатқандай. Енді мұны түйеге қалай артамын, ауылдан қасыма адам да ертпеппін-ау деп Үсен ойланып тұрғанда,
қарсы алдында бір құс келіп қонды. Арнайы келгендей Үсенді өзіне қаратып, екі қанатының астын желдеткендей жазбай сауырмен бірдей етіп көтерді. Бір сәт тұрды да ұшып кетті. Үсен алдымен бұған таң қалды. Таңдана тұрып, түйеге екі құшақ баялыш жинап, теңдеп үстіне ташты жатқызып, алып кетуге ишара екенін зерделеді. Атының шылбыры ұзын еді, оны сағағынан шешіп алды да шідерге жалғады. Сөйтіп екі құшақ баялыш қойырып, түйеге теңдеді. Тәйем дәретпен бесін намазын оқып алды да торсығындағы сусыннан бір-екі ұрттам жұтып алып, ташты сүймелдеп түйеге баялыштың үстіне жатқызды. Өте пысықтық пен ұқыпты жасалған жатын бейне қоршау сияқты түйе шөккенде де тұрғанда да таш үшін қауіпсіз болды. Түйеге жетелеудің керегі болмады. Ол өзі ұсақ малды қабаттап ауылға тартып отырды. Малға да туып өскен топырақ ыстық-ау шіркін, ешбір қиналмай, тіпті батырап жайылмай елге қарай жөңкіп келеді. Жолда 2-3 мәрте Үсен түйені шөгеріп, ташты қозғап, бие сауым уақыттай бөксесін, жауырынын уқалап алады. Өстіп күн жарында аман есен елге жетті. Осы сапарын әңгімелегенде Үсен, Алла тағала жолымды берді, қиналамын ба, қалай болады әлі деп, Алланың атымен тәуекелге таянып едім. Ауылға өте жеңіл әрі тез жеттік депті. Таш төсек тартып жатқанында өзінің әруағын сыйламаған, тыңдамаған ниетінен осындай қасіретке душар болғанын айтып өкініпті. Әкесінің даналығын мойындапты, бірақ кеш болған еді дейді үлкендер. Әлбетте бұдан алар сабақ көп. Күркесінде етік тігіп отырып әңгіме айтқан, көпті басынан өткерген, оқыған Қанарбай ата бала мен әруақтың арасы туралы мынандай қорытынды айтыпты. Баланың жақсы азамат, мерейлі, мәртебелі кісі болғанын көріп, оның үстіне ол туралы замандастарының айтқан жылы лебіздері, жақсы тілектері естісең, көңілің өсіп, қуанып қалатының рас. Сондай-ақ өзің де жақсы кісі болып, жұртшылықтан ылғи да ақ бата алып, ата-анаңның атына жаман сөз келтірмей жүрсең, әруақтарың шат болады, мерей өсет және әрқашанда қасыңда жамандықтан қорғап жүреді депті. Үлкен ақсақал айтқан және бір естелік былай: біз мүмкіндігімізге қарап әр жұмада Қанекемнің үйіне келіп, жұма намазымызды бірге оқитынбыз. Бірде серігім Намазбай тәкаппарлау Қошеке есімді Пасықбайдың қылығын айтып, Қанекеме шағынады. Қошеке жалғыз үй қоныстанатын, байлығына мастанған адам. Ол өмірінше көптің арасында ешкімге сөз бермей, не болса соны әңгіме етіп, ауылдағы адам атаулының бәрінен сын тағып, мін сүйкеп, қаралап отыратын және балағат сөздерді көп айтатын. Онымен де тұрмай мұрнын шұқып, сіңбіріп, қақырынып, қалай болса солай отыратын әдепсіз адам болатын. Көп адамдар одан алыс жүретін, үйлеріне де шақыра бермейтін. Бәріміз де мұны жақсы білетінбіз. Кейбір кісілер айыбын бірнеше жерде бетіне де айтқан, бірақ көрген тәрбиесі солай болған соң, өзі пәмдеп түзелмесе, оған шарамыз бар ма? Намазбайды тыңдаған Қанекем: оны білемін ғой, оған Алланың өзі ансап берсін. Әсілі адам отырған жүрген жерінде тұрысымен сом үлгі болу керек. Атырабында отырғандар сірә сенен жиркенбесін. Бір кездесіп айырылысқаннан кейін олар сенімен екінші рет қайта көріскенше асығып жүретін болсын дейді. Қанарбай атамен сұхбаттас болған Ерман ақсақал айтқан бір әңгімені әкем маған да әңгімелеп берген еді. Бір күні сапарымыздың сәті түсіп, Қанекемнің үйіне біразымыз жиналып қалдық. Қанекем дереу бір малын сойып, қазанға астырды. Содан отырып көп әңгімелер айтылды. Баласы Таш мүшелге толған жыл болатын. Ол әкесінен намаз үйреніпті. Бесінді бірге оқыдық. Намаздан кейін Қанекем бізге арнап айтқан болып, баласы біле берсін дегендей: Алла тағаланы қаншалықты ерте танып, құлшылықты қаншалықты ерте бастасаң, өзіңе соншалықты көп имандылық жинайсың. Жасың үлкейген сайын оның да құны қадірленіп, ауқымы үлкейіп, Алланың назарын өзіне аударып, бойындағы қуатыңды күшейте береді дейді. Бұл әңгімесі баласына ғана емес, бізге де біраз ой салды. Тағы бірде: әуеліңнен ақырыңды ойла. Жастықтың, мастықтың, не настықтың күшімен істеген намақұлшылықтарының жазасын аласын. Бәлкім ол осы дүниеңде ақ мүсәпір күйге түскеніңде, не қартайып күш қайтқанда алдыңа тосылар. Қаріп болған кезіңде елден, бала шағадан көрген құрметсіздік, азар өзіңнің іс әрекеттерінің жазасы болар.
ес білген күннен бар өмірін игіліктер мен ізгіліктер істеуге бағыштаған ата барлық ортадан әрқашанда бір қалыпты мінезімен имани іс-әрекетімен үлгі болыпты. Ақылды адам иманын ойлап аяттан қорқады, ақпақ қорқау сияқты таяқтан қорқады. Оқыған ақылдының ажары аятпен нұрланады, ол бейіштік болады. Оқымаған, естігенін тоқымаған надан ол адасуда жүреді, бәрінен құр қалады. Таяқ әлеметі зәрі кеткенше, аят әлеметі мәшһәр жеткенше. Иманда адам барлық уақытта өзінің әрбір ісін Алланың разылығы үшін деп, Алла қаласа деп бастағаны жақсы. Себебі барлық игілік Алланың қалауында. Алла пәк, әр тараптама тазалық, ар тазалығы, тән тазалығы кісінің ажары. Ол кісіні Аллаға жақындатады, тозақ отынан қорғайды. Адал еңбегін сүйген адам қор болмайды. Ақ көкіректікпен, қара көкіректікпен істелген әрбір істің парқын Құдай жаздырмай байқап отырады. Қиянатшыл опасызға ерте ме, кеш пе жаза бар. Өзінің ұятын біліп, өзін өзі қадірлеген кісі, Алладан үміті бар кісі, әруақтарын пайғамбарымыз Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам сыйлаған болып есептенеді. Аса байлыққа құдығу адамгершілік алдында жүгінумен бірдей. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи уассалам өзіңнен балаларының ауысқанын ынсап пен сат деген. Найынсаптық, нәмәрттік деп отырады екен. Тағы бір әңгімесінде бәріміздің де кеудемізге Алланың аманаты соғып тұр. Ол пәк, ол кіршіксіз таза. Біз соны таза қалпында өмір бойы сақтап, Алладан бұйрық келген күні қай күйде алған болсақ, сол қалпында кірлетпей өзіне тапсыруға тиіспіз. Біз оны аманат етіп уақытша берді. Сол аманатты кірлетіп не бүлдіріп алмауымыз үшін бізге тура жол көрсетуші пайғамбарымыз Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам жіберді және Құран кәрім түсірген депті. Әр жылы оразада ел ифтар істейді. Қанарбай атамды шақырады. Қайсы бір шаңырақта ол кісінің сұхбатында, батасында, өсиеттеріне ынтық. Қадір түнінде елмен бірге өткереді. Соңғы жылғы қадір түнінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмірін, пайғамбарлықтың қонуын, Құранның түсуін, атақты Миғраж сапарын әңгімелепті. Тарауых өтір уәжіпті оқып болған соң таң атқанша көпшіліктің сұрақтарына жауап беріп, хадистерінен пайғамбарымыздың өмірінен әңгімелер айтыпты. Сонда тек шаруамен ғана жүретін, естігені көп, оқымаған анайлау бір құрдасы ұсақ түйекті сұрап көп мазаласа керек. Байсалды тақуа болашақ әулие оның барлық сұрақтарына жауап беріп болып ізінен бақытты жасағын келе ме деп оның өзінен сұрапты. Әлбетте бәріміздің де арманымыз сол емес пе? Мұның басы сауапта. Ата мен әженің, әке мен шешенің, үлкендердің қажетін өтеп, мұқтажында болысып, алғысын алуда. Бұл есіңде болсын. Мен ата мен әжемді көрген жоқпын, бірақ әкем мен шешем риза болып дей бергенде төрдегілерден кейінгі орында отырған Үсен: "Қоя тұрыңызшы, қанекем айтсын, сізге қажет болғанымен мына жастар бар, анау келіндер отыр" деп қайтарып тастапты. Қанарбай атам да осы құрдасының шылауынан жалпы үй толы жанға ақыл айтып отырған болар, құрдасына қарап. Содан кейін кежірлік, қырсықтық, жалқаулық, мақтаншақтық бақыттың ең бірінші қас дұшпаны екенін ұмытпа. Субханалла тағаладан шынымен қорқып, парыздарын сылтаусыз, мүлтіксіз орындайтын, жүрегі, пейілі, ділі таза, сабырлы мұсылман бол. Мына намаз оқып жүргенің дұрыс, бірақ соны шын ықыласыңмен оқы. Бала шағаңа, шаруаңа, туыстарыңа адал бол. Көршілеріңмен туысыңдай сыйлас. Сенің дастарханың мен қазынаңнан олардың да ақысы бар екенін ескер. Тап сондай мұсылман болсам, бақыт өзі келіп қонама депті. Алдыр-салдыр құрдасы бақытқа жете қалуға асыққандай. Иә, өзі келеді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретін баянды бақыттың өзі сондай момын мұсылмандарды іздейді. Жалатай нәпсі қорлар да ұзақ тұрудан оларды қорқады. Себебі ондайлар тасып кетіп, байлықтың атын бүлдіреді. Оны берген Аллаға шүкір етпейді. Бір жазаға ұшыраған күні Аллаға жала жабады. Шынымен қорыққанда не қылайын енді? Әр таңда осы таңға жеткеніңе шүкір ет. Қора салсаң да, бір елге құда түсіп келін алсаң да, өзім деме. Мұны ниетің мен тілек ықыласыңа
Алла тағаланың бергенін ескер, шүкір етіп, дұға жаса, Аллаға мақтау мадақтар айт. Алған демің үшін, тартқан дәмің үшін Алла тағалаға құлшылық ет. Не істесең де Алланың разылығы үшін істе. Қалай қимылдасаң да, не сөйлесең де, оның көріп, естіп отырған ұмытпа. Сабыр сақта, барыңа қанағат қыл. Аллаға мақтаулар айтып, ибадат жаса, садақа бер. Қортасы түсінгендей болып үндемей қалыпты. Басқалар да ойып тыңдап отырған. Атам әңгімесін әрі жалғап: денің сау болғанын, өмір бойы ауру көрмей өткенін қалайсың ба? Деп сұрапты. Қалаймын, ауру болу қор ғой бұл. Алдымен Алла жүрегіңде жүрсін. Сауаптарды көп істеп, алғыстарымен жүрегіңді нәрле. Садақаны көп беріп, мың сан түрлі бәледен сақтайтын қорғаушыңды көбейт. Үнемі дәретпен жүр. Оның үдерісінен шыға аламын ба депті сөзді бөліп. Үддесінен шығасың, аз ішіп жесең, ал дәрет аласың, аз дәрет аласың, әрі денеңнің іші де сырты да таза болады. Ауырмайсың, ұзақ жасайсың. Ораза жақсы, оразада көп сауап бар. Лажын келтіріп нәпіл оразалар ұстасаң, сірә да ауырмайсың. Мұның бәріне шыдам керек. Алладан шынымен қорықсаң, шыдайсың. Өзіңнің қорқатыныңды осы шыдамыңмен байқайсың. Өзің ойла, азаннан кешке дейін тамақ жемесең, жаным ауырады-ау, қиналамын-ау деп, немесе өліп қалармын деп аштықтан қорқасың. Тап осы аштықтан қорққаның сияқты, тамақ жей берсем ауырамын, Алла қаһарына ұшыраймын деп Алладан қорқып, нәпсіңді тиясың. Таңнан кешке дейін ауыз бекітуге ниет етсең, ол Алладан қорыққаның. Себебі Алла тағала оразаны парыз етті. Сосынға аурудан сақтайтын қалқан қолыңдағы барға қанағат. Әр нәрсеге шүкір ету, барлық жағдайда сабырлы болу, сірә ашуланбау керек. Кеңпейілді өте кешірімді бол. Бітпей қалған әрқандай іске күйінбегеніңді жақсы. Жоғалған малыңды ізде, Құдайдан сұрап тіле, табылмағанына жаныңды жеме. Мал дүниеңнің есебін, зекет беруді, садақа беруді кешіктірме. Бұл екеуі барлық барыңа қорған. Одан кейінгі абзал амал ешкімнің барын, табысын, жетістігін қызғанбау. Дәулетті несібелге тілектес болу. Қызғаныш жалғасып келіп қалған жағдайда астағфиралла деп Аллаға жалынып, Құдай оның несібесін менен ұлық етіпті, бұйырсын деп нәпсіңді ұрып жең. Көп бәледен құтыласың. Қызғаныш от, ол күйік, ол күнәнің басы, ол ем қонбайтын үлкен аурулардың анасы. Осы жерде де өзіңді байқағайсың. Қызғанбау туралы Аллахтың аяты бар. Егер қызғаныш нәпсісін жеңе алмасаң, демек Алланы тыңдамағаның, яғни шайтанға еріп, оған қарсы келгенің. Бұл жағдайда да Хақ тағаланың ғазабына ұшырап қалуың ықтимал. Өзіңе біреулер қызғаныш, бақылдық жасаса, аса кішіпейілділік пен бітімшілдікке әрекеттен. Егер қоймаса, Аллаға тапсыр да қой. Өзің шара көрме. Ал қиянат жасаса, ауылдың үлкендеріне айтып, олардың келісім кеңесімен сол қиянатқа жараса ғана кегіңді ал. Артығына барма. Намаз фатиқасыз оқылмайды. Неше рәкаттық намаз болса да барлығында фатиқа оқылады. Себебі ол Алладан тура жол тілеу, жарылқау тілеу, Алланың өзінің сүйген құлдарының, қарағандарының емес, рақымды Субханаллахтың нығметіне бөлінген құлдарының жолына салуды тілеу сүресі. Сондықтан бұл сүрені өте көп оқы. Шын ықыласыңмен оқы, сонда Алла тағала қаласа бақытты да боласың, ауырмайсың да, барлық мақсатыңа жетесің. Бәрі ойлағаныңдай болады. Әрине ең алдымен Құран жолынан шықпау керек. Ниет түзу, дәрет өте таза болғаны мақсатқа әбден лайық шара. Заманының ең сыйлы адамы болғың келе ме? Я деп қысқа жауап берді. Бұл да атаң мен ананы құрметтеуден, олардың көңілінен шығып, қызмет ету мен төбеңе көтеріп жүруден, барлық үлкендер мен дүйім жұртты өзіңнен жоғары қойып, сыйлау мен оларға таза қызмет етуден басталады. Бата менен ерку керет деген көптің тілегі көл. Халық Алланың бір аты. Уәдеңе берік бол. Аллаға берген сертіңе де, біреуге келіскен уәдеңе де қиянат жасама. Кішіпейіл бол. Әсілі тәкаппарлықтан сақтан. Ол жоғарыда айтқан қызғаныш сияқты адамның абыройын да, саламаттылығының да жауы. Тек Құранда айтылған жолдармен ғана жүр. Ешкім білмейді деп оңашада ұрлық қылма. Кісі ақысына қиянат жасама. Кісінің жарына, малына, мүлкіне сұқтанба. Жексұрын боласың.
берген садақаңды, құлшылықтарыңды ешкімге айтпа, міндет етпе. Не істесең, Алланың разылығы үшін істе. Ұлың 12 жасынан, қызың 9 жасынан Аллаға ғибадат жасасын. Оларды білімді, өнерлі етіп өсір. Молда жалда, оларға да Құрандан нұсқалған таза жолдармен ғана жүруді уағыз да, солай істеттір де. Алла неге рұқсат берсе істе, балаларың да істесін. Неден тыйған болса істеме, балаларың да сақтансын. Әдемі жанұя болғың келе ме? Менің балаларым болды ғой. Балаларың демесең, өзіңнен бастасақ, әйелің де намаз оқып, ораза тұтсын. Ол да Алланың тыйғандарынан тыйылсын. Құранда әйелдерге арнайы айтылған тәртіптермен жүрсін. Ұлыңды имандылар отбасынан, текті жанұяда өскен қызға үйлендір. Қызыңды да сондай отбасына ұзат. Әйеліңе, балаларыңа, туыстары мен көршілеріңе қадіріңді қашырып алма. Ол неге қашады? Олар мені сыйлайды. Онда өте жақсы. Бұдан былай да сірә өтірік айтушы болма. Ұрлық жасама, ғайбат сөз айтпа. Біреулерді күндеме, тілдеме. Қазір өзің имандылық жолында жүрсің ғой. Бұл Аллаға берген сертің. Демек, серт бергесін, оның кітабында жазылған жолмен жүру шарт. Оны бұзсаң, сертіңді бұзғаның. Ол 200-ділігің. Мұндай жағдайда Алла Тағала сенен алыстайды. Ол алыстаса, айналаңа қадірін қаша береді. Ең жолы болғыш адам болғың келе ме? Иә, момын мұсылман бол, таза мұсылман бол. 40 парыздың аясында Құран көрсеткен даңғылмен ғана жаса. Алла Тағала жақын жүресің. Әрбір талабыңда ісіңде періштелер серік болады. Көршілермен тату-тәтті жасағың келе ме? Ауылдастарым жақсы, Аллаға шүкір. Сонда да айта бер, білген жақсы, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяғы жоқ деген кім біледі әлі? Таза, момын, мұсылман бол. Әрбір істе қарым-қатынаста адал бол. Таза діліңмен сыйлас, шырын тіліңмен сөйлес, қайырлы қолыңмен көмектес, берекелі дастарханыңа қонақ қыл, барлық жетістіктеріңе, табысыңа өзіңдей қуан. Егер азаматтың қадірін білетін өзіңдей таза болса, тойына шашу, жаңа мінген ат көлігіне байғазы беруден тайынба. Құдай берген молшылықта көршінің де сыбағасы болады. Иесін сыйласаң, итіне сүйек таста деген түгел сыйла. Ол да солай етсін. Тыныш жасағың келе ме? Құранның ғана жолымен жүріп тұр. Сол жолмен ғана айналаңмен мәміле жаса. Әділетте, кішіпейіл, сабырлы, таза, қылықты, адал мұсылман бол. Алланы ұмытпа. Алланың разылығы үшін қайырым жаса, садақа бер. Өте ұқыпты және ең бастысы үнемшіл бол. Тәкаппар, қайырсыз, бақыл, күншіл, өсекші адамдар өздеріне өздері көп дұшпан арттырады. Мұндай қылықтар мен мінездер Алладан емес. Құран бұларға қарсы. Бұл азғырылғандар жүретін жол. Ол жолдан да онымен жүретіндермен де алыстарға қашып жүру иманнан. Табанды батыр болғың келе ме? Алланың сүйген құлы болып, барлық уақытта онымен бірге болғың келе ме? Осы кезде үйдегілердің барлығы елең ете қалды. Әлбетте, құдіретті күшті Аллахпен бірге болғанға не жетсін? Онда нәпсі атаулының барлығын тый, таза, момын, мұсылман бол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соңғы уағызында біздің елеусіздеу көрген бір қате ісімізден шайтан қуанып қалуы мүмкін екендігін айтқан. Міне, осы мезетте жіберіп алма. Имандылық жолындағы әрбір істе енжарлыққа барма. Шайтанның мақсаты бізді Аллахтың жолынан тайдыру. Біздің мақсатымыз Алла берген сертімізге нық тұрып, шайтанды мұқалту, оның жүзін күйдіру. Қияметте бейіште болғың келе ме? Бұл сұрақ үйдегілердің барлығы я деп жауап бергендей орындарынан қозғалып, молдаларынан құрып отырды. Онда бұл дүниеде Алланың адал, тақуа құлы бол. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам антына берік үмбеті бол. Отбасыңа, балаларыңа ислами ізеттілік әдебін ек. Жақсы жол қалдыр, өшпес үлгі үйрет. Ең жақсы амалдар Құдайға құлшылық амалдары. Ең мазмұнды өмір Құран аяттары мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннеттермен жасау деп бамдатқа дейін отырыпты. Бұл әңгімелерді осы далада аю тереңде туып өскен аспан руының аю аталығынан тарайтын шежірешісі қарт Қанарбай әулиенің шиқшысы Әрібайдың туған нағашысы 89 жасар Қозыбағар Алшаңбозов 1985 жылы ақпанда кездескенімізде айтып берген еді.
Көпті көргенінен естігені тіпті де көп. Қозыбағар ақсақал бірнеше естеліктерді тізіп салған. Солардан осыларды ғана жазып үлгердім. Қанарбай атаға өте ықыласты қарт. Біз тұруға рұқсат сұрағанда дастархан үстінде былай деп бата берген еді. Әумин. Талабың оң болсын, хақтан бұйрық жол болсын, жұмысың алға басып, берекесі мол болсын, жұғымы зор болсын, Қанарбай ата қолдап, жортқанда жолың болсын. Әумин. Деп бет сипап, атамызға алғысымызды айтып, жолға түстік. Әкем тағайда осы ақсақалдың әңгімесімен мазмұндас бір әңгіме айтып берген болатын. Ашу ақылдың, абыройдың, иманның дұшпаны деді. Мен қызық көріп қайтадан сұрадым. Сонда ол кісі адам ашуланғанымен қолынан не келеді, тек өзін өзі күнәға батырады деді де. Кезінде аю тереңінен бір кісі ауырып Қанарбай атама келіпті. Ауруын айта отырып, біреумен көптен қырындасып жүргенін, соңғы айда онымен 2 рет кездесіп бет жыртысып айтысып қалғанын, содан бері ауруы меңдеп, тіпті сол қарсыласы ойына түссе жүрегі ауырып тығылып, өзін өзі білмей қалатын дәрежеге дейін барғанын әңгімелепті. Мұны тыңдаған Қанарбай атам, соны ашу шақырмайда жеңуге болатын еді ғой депті. Ауру қалай ашу шақырмайсыз деп қызба қандылыққа басып тағы да күйгелектеніпті. Қанарбай атам, күйгелектен бе, жаман әдет. Ашулану тәкаппарлық пен надандықтан туады. Тәкаппарлық бір Аллаға ғана лайық, әрі оған ғана жарасады. Көргенімен естігенінің түйгені көп адам білімді адам кішіпейіл болады. Сондықтан ол ашуланбайды, шайтанды қуантпайды. Ал ашуланбайтын адам ешкімге кектенбейді. Кектенбеген адам ауырмайды. Ауырмайтыны ол кектенбеді ғой. Демек, ол бәрін Алланың жазуы деп қабылдады. Оның сәтті әрі жақсы болуында бір жаратқаннан күтті. Бәрін Құдайға салып, өзінше шара қолданбаған құлына Алла тағаланың өзі қамқоршы. Әлгіндей ашу шақырып, шайтанның қыздыруымен өзінше қоқиланған пендемен Алланың да ісі болмайды. Сол себепті де ашуланған адам Алладан ешқандай жәрдем ала алмайды. Нәтижесінде ауырады. Өзің ойланшы, сонша ашуланғанда не ұттың, қолыңнан не келді деп кеңестерін айтып, дұғамен емдепті. 3-ші бөлімнің соңы. 4-ші бөлім шын ықылас мұратқа жеткереді деп аталады. 4-ші бөлімді осы видеоның астында және комментарий бөліміндегі сілтемелер арқылы тыңдасаңыз болады.